Қайырлы күн YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы қазақша контентті қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарап, пайдалы ақпараттар болса, өмірлер қажеттіктеріңізге жаратсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Бір ескерте кететін жайт, бұл ақпараттық танымдық канал болғандықтан, сіздердің егер денсаулықтарыңызда қандай да бір ақау болып жатса, оны әрине дәрігерге барып, ем-дом алып, емделгендеріңіз өте жөн. Бүгінгі біздің аса қатты толғандыратын жасөспірім ұрпақтарға, келер ұрпақтарға аса қатты денсаулықтарына мән беретін кез, яғни 21 ғасыр, бұл wellness секторының дамыған заманы, яғни қазір қай жерді қарасаңызда БАД ішу керек, дәрумен ішу керек, ағзаны дәрумендермен толтыру керек деген сияқты жазбаларды көп кездестіресіздер, ақпараттар өте көп. Яғни әлем, дүние жүзі осы wellness секторына кеп тірелуде. Яғни дүние жүзі мойындауда адам өзінің денсаулығын өзі қорғап, оны ауырмаудың алдын алмаса, жағдай өте қиындай береді. Менің қозғағым келіп отқан тақырып ішек тазалығы. Бәріңіз білесіздер, біреу білсе, енді біреу естісе де мүмкін көңіл аудармай жүрген шығар. Біздің ішегіміздің тазалығы біз үшін ең бірінші очередьте болу керек. Қазір айтамыз, біз бәріміз білеміз, жүрек бұл біздің моторымыз. Жүрегі ауыр қапты, жүрегі басқаша не деп айтады? Операция жасапты, болмаса жүрегінің бір каналдарын ашыпты, клапандарын жауыпты деген сияқты. Яғни қазір медицинада жүректің ауруларын емдеу бірінші орында, яғни бұл дамып кеткен. Ал ішек тазалығына келген кезде бұл жағынан әлі де көптеген инновациялық мүмкін жаңалықтар ашылуы мүмкін, бірақ әзірше бұл нәрсе әр адамның өзінің міндетінде болып тұр. Яғни сіздің ішегіңіз бұл сіздің денсаулығыңыз. Түсінген адамға. Неге қай жерді ашып қарасаңыз да, бірінші кезекте ішектің тазалығынан бастау керек, ішекті тазалау керек, диета, болмаса қалай айтады қазақ ата бабамыз, бірінші очередьте адамның денсаулығы. Қорыта айтқан кезде адамның денсаулығы. Енді қараңыз, біздің ішек 12 ішек деп айтамыз, 12 ішегіміздің бүрлері бар. Яғни ворсинка деп айтады, оны орысша бүрлер. Бүрі кетіп қалыпты деп жатамыз, оның барлығы қазіргі заманда бейберекет антибиотиктерді ішу салдарынан, дұрыс тамақтанбаудан біздің ішектің бүрлеріміз өзінің жұмысын дұрыс атқармайды. Яғни сіздің ішектеріңізде мынандай жыбырлаған бүрлер болады. Олар сіз не тамақ ішсеңіз де асқазан сөлінен өтіп, ішегіңізге барып, ыдырап, мынау бүрлер соларды всасывать етіп, сорып, қанға өткізеді. Қанға түскеннен кейін ол сіздің органдарыңызға өзінің пайдасын әкеледі. Бұл қарапайым мысал, қараңыз, егер сіздің огородыңыз су суарайын деп жатсыз, огородыңызды сіз жақсылап суғарсаңыз, не істейді? Бау-бақшаңыз жайқалып, өзінің жемістерін жақсы береді. Сол сияқты сіздің организміңіздағы әрбір органдарыңызға дұрыс витаминдер, дұрыс қан, таза ауа сияқты нәрселер барса, сіздің организміңіз сізге жылдар бойы жақсы өзінің қызметін атқарады. Енді менің айтпағым, мына ішектің бүрлері жылдар өте келе, сіздің дұрыс тамақтанбауыңыздан, кола ішеміз, майлы тамақ жейміз, диета ұстамаймыз, газировка дейміз, олардың бәрін ішкеннен бастап, мына бүрлер былай бітеліп қалады. Былай, ашық бір жабылады. Ол қазір таңғалмаңыздар, 5 жасар баланың өзінде осындай ішектер таза емес, себебі олар туыла салып, қосымша сүттер, қосымша тамақ, жейтіндері кириешки, тағы да пицца, сондай тағамтанудары дұрыс емес, тағамданулары дұрыс емес. Яғни қараңыз, енді осы бүрлер бітеліп қалады. Сосын кейін біз не істейміз? Бүрлер бітеліп қалғаннан кейін адам иммунитетіміз ғой, ол ішек біздің, адам ауыра бастайды. Сосын кейін емдік дәрілерді, БАДтарды енді әр адам өзінің таңдауына қарай қолдана бастайды. Сол кезде сіз
хоть $100 өнім ішіңіз, хоть 1000 теңгелік дәрі ішсеңіз де, немесе витамин ішсеңіз де, қарапайым витамин деп қақсап жатырық, сол витамин ішсеңіз де ол мына шекке барып сіңбейді. Не үшін? Сосын біз айтамыз, вот мен мына нені іштім, витаминді іштім, маған көмегі болған жоқ. Значит, ол дұрыс емес нәрсе, ол туфта нәрсе дейміз. На самом деле біздің өзіміздің шегіміз таза емес. Мынау қалай айтса болады, біздің каналымыз ғой енді. 12 шегіміз ол біздің каналымыз. Сол каналды бітеліп, тазыламай, әр нәрсені бықыста берсек, не істейді? Канал жабылады, бітеледі, не ішсеңіз де таза су бармайды, өңкей бықсыған заттар жинала береді. Сол сияқты осы шектеріміздің тазалығына біз аса қатты көңіл бөлу керекпіз. Сіз мысалға бір заттан жақсы пайда, жақсы өзіңізге емдік қасиетін алғыңыз келсе, ол өнімді ішпей тұрып, сіз бірінші өзіңіз шегіңізді тазалап алыңыз. Сол кезде ғана ол өніміңіз арзан болсын, қымбат болсын, ол жер қатты рөл играть етпейді. Ең бастысы сіздің шегіңіз сол ішіп жатқан өніміңізді сіңдіре ала ма ағзаңызға, сол жағына көңіл бөлу керек. Бұл шектер жылдар бойы бітеледі, не ішсеңіз де ол сіңбейді, апарып оның қызығын дәретхана, туалет көреді. Былайша айтқан кезде енді қатты айтып жатыр деп ренжи қоймасыздар. Бұл енді ащы шындық. Түпкі мәселе шектің тазалығында. Қалай сіз шегіңізді тазалап бастайсыз, солай сіздің тағамда, күнделікті ішіп жатқан тағамдарыңыз жақсы сіңе бастайды, витамин дәрумендеріңіз жақсы өзінің результаттарын көрсете бастайды. Және осы салауатты өмір салтын қалыптастырудағы шек тазалығын сіз өзіңіздің балаларыңызға, келер ұрпаққа үйрететін болсаңыз, бұл болашақта өзінің пайдасын жақсы әкеледі. Не үшін? Адам өзінің денсаулығына вкладываться ету керек, яғни салу керек. Сал дегенде бас салып, кез келген дәріні бейберекет іше беру емес, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Яғни бірінші сіздің тамақтану мәдениетіңізді дұрыстау. Неге жаңағы нелерде мен салып жатқан видеоларда бірінші кезекте мен капуста, орам жапырақты салғам. Бұлайша орам жапыраққа ешкім мән бермейді. Ол өйткені қолжетімді, кез келген жерде жыл 12 ай біздің қай жерден қалсаң тауып алуға болады. Қолжетімсіз нәрсе емес, мысалға шетелдердегі папайя өнімдер сияқты емес, капуста, орам жапырақ. Ең біздің жақсы шегіміздің досы, көмекшісі, яғни оның құрамындағы клетчатка сіздің шегіңіздің жақсы дұрыс жасауына, оның дұрыс өзінің очистительный дейді ғой, тазару процестеріне қатты көмегін көрсетеді. Сонымен қатар қазір ғалымдар жаңалық, енді мүмкін кезінде ашылған болар, бірақ Қазақстанға бұл жаңалықтар сәл кешірек келеді. Капустаның құрамындағы сульфорафан деген элемент, бұл ғалымдар жар сала айтып жатыр, қазір біздің рак ауруының алдын алуда ең бірінші не екен, элемент екен. Яғни сол нәрсе капуста құрамдас, капустаның бірнеше түрлері бар ғой, брокколи бар, кайл бар, пекин капустасы бар. Солардың құрамынан сульфорафан өнімін, элементін тапқан. Бұл дегеніміз сізге бас салып азынан кешке дейін капустаны жеу емес. Капустаны, мысалы, 3 мезгіл тамақтансаңыз, обедтегі тамақ кезінде салат қып, бір мезгіл пайдаланыңыз, бірақ күнделікті. Яғни ол біріншіден сізге иммунитетіңіздің тазаруына жақсы әсерін береді. Екіншіден, олдың құрамындағы сульфорафан өнімі сіздің иммунитетіңізге қосымша күш береді. Енді былайынша жалпылама түсінік бердім деп ойлаймын. Шектің тазалығына аса қатты көңіл бөліңіздер. Бұл әрине денсаулық әркімнің өз қолында. Біз айтамыз, түсіндіреміз, видео саламыз, барынша сіздерге пайдалы болсын деген ұғыммен жаңағы субтитрларына дейін дұрыстап түсіндіріп салуға тырысып жатам. Әлі де талай қызықты ақпараттар каналда болады. Соңына дейін қарап, тыңдап, осы жерден өзіңізге пайдалы ақпаратты алып жатсаңыз, нұр үстіне нұр. Әрине, мүмкін біреу айтуы мүмкін. Біз бұл нәрсенің бәрін білеміз, беске білеміз, неге сіз оны айтып жатсыз деп. Бірақ айту бөлек, оны орындау бөлек.
айтады, оны бәрі біледі, бірақ орындайтын адам 100-дің арасынан бір 2-3 ғана шығар. Сол үшін қазірден бастап денсаулық жылдар бойы жақсарып жатқан жоқ. Себебі қосымша жаңағы экологиялық, барлық стресстік нәрселердің бәрі денсаулыққа келіп өзінің әсерін беріп жатыр. Сол үшін денсаулық басты байлығымыз. Соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет. Ауырмаңыздар. Алла бұйыртса, Алла қаласа тағы да көптеген видеоларды салып жатамын деген үміттемін. Қош сау болып тұрыңыздар.